Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Саяна. Бүгін сәбізден өте дәмді, тілі үйретін рулет жасайтын боламыз. Ол үшін бізге шекер, үккіштің ұсақ жағынан өткізілген сәбіз, сұйық май, грек жаңғағы туралған, ерітілген сары май, жұмыртқа және ұн, қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді қосып, аппақ масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға сәбізімізді және грек жаңғағын қосып араластырамыз. Сұйық майымыз бен ерітілген сары майымызды қосамыз және тағы бір жақсылап араластырамыз массамызды. Соңында қопсытқыш қосылған ұнымызды електен өткізіп, тағы бір жақсылап араластырамыз. Соңында лопатканың көмегімен тағы да бір жақсылап массамызды араластырып аламыз. Пергамент төселген формамызға құйып, жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Рулетімізді 170 градус қызып тұрған пеште 15 және 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажкамен тексеріңіздер. Менде 18 минуттың ішінде пісті. Әр духовка әрқалай болғандықтан өз духовкаларыңызға қарай тексеріп отырыңыздар. Піскен рулетімізді толықтай суытамыз, оған дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын кілегей, творожный сыр және қант ұнтағы қажет болады. Барлық ингредиенттерді қосып, шай жылдамдықтан бастап, қою крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Таза пергамент қағазының үстіне рулетімізді аударып, үстіндегі қағазын алып тастаймыз. Рулетіміздің үстіне кремді салып, тегістеп біркелкі етіп жағып шығамыз. Толықтай кремімізді жағып болған соң, астындағы пергамент қағазының көмегімен рулетімізді ораймыз. Қалған кремімізді рулеттің бетіне жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша үстінен жеміс-жидектер қойсаңыз болады, немесе өзіңіздің кез келген талғамыңызда сәндесеңіз болады. Рулетіміз дайын болды. Енді кемінде 1-2 сағат тоңазытқышқа қоятын боламыз. Нәтижесінде сәбізден жасалған рулетіміз дайын болды. Сәбіздің ешқандай дәмі сезілмейді. Грек жаңғағы қосылған бисквит және крем-чиз өте керемет үйлесім тапты. Осы бір дәмді рулетті сіздер де жасап көріңіздер және бағасын беруді ұмытпаңыздар.